Саламатсыздар ма, құрметті қазақ елі? Біз Жамбыл облысы, Жаңатас қаласы, Сарысу ауданы, Абылайхан мектеп-лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері елімізде ғана емес, жалпы әлемді дүр сілкіндіріп орын алып жатқан төтенше жағдайға байланысты індеттің алдын алу мақсатында үйде болып, салауатты өмір салтын ұстанудамыз. Олай болса, қазіргі таңда білім ошақтары қашықтықтан оқыту жүйесіне көшуде. Ал бұл жағдайға оқушыларымыз да өз үлестерін қосып, қоғам талабын бұлжытпай орындауда. Шәкірттеріміз қашықтықтан білім алуға дайындық үстінде. Олай болса, біз қашықтықтан оқытуға дайынбыз. Сол себепті бәріміз біргеміз, бәріміз үйдеміз. Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қаласы, Абылайхан атындағы мектеп-лицейінің қазақ тілі және қазақ әдебиеті пән мұғалімі Тұрманова Нұршат Амантайқызы қазіргі елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты қашықтықтан оқуға дайынбыз. Қашанда қазақ елімен біргеміз. Қаһарлы қыс кетіп, көктемнің жаймашуақ күндерінде қазақ халқының басына ауыр күн тууына орай Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев халқымыздың амандығы үшін барлығымызға үйде отыруға жағдай жасады. Және де осы кезде барлығымыз ауызбіршілік танытып, үйде отырар болсақ, осы аурудан жазыларымыз хақ. Осы орайда өз жандарын құрбан етіп отырған ақ халатты абзал жандарға, ішкі істер бөлімінің қызметкерлеріне және де біздерді қашықтықтан оқытып отырған ұстаздарға мың да бір алғыс.